Бисмилля деп бүгінгі күнімді выездан бастадым. Қарайтын көлігіміз Toyota Alphard көлігі. Клиенттің айтуы бойынша машинаның дворниктері жасамай қалған екен. Барлық предохранительдерін тексерген, барлығы сау дейді. Машина қайда тұр екен Alphard? Так, осы Alphard болу керек. Сыграет. Қалай істемей алады, брат? Ұзатып қалдың өзі? Су шашқан? Брат, это плюс бар ма жоқ точно? Суда шашпайды да? Жоқ, былай ғой, былай. Капот ашып жіберсе, қарай. Алдымен машинаның дворниктерін қарап алдым. Бір жағдайда тұрып қалған екен. Сосын предохранительдерін тексердім. Жалпы машинаның предохранительдері, қай предохранительдері қай нәрсеге жауап беретінін білмеген кезде барлық предохранительдерді тексеріп алған жөн. Алдымен капоттың астындағы предохранительдерін тексеріп алдым. Капоттың астындағы предохранительдің барлықтары сау екен. Запасный, да? Так, мықты бәрі. Капоттың астындағы предохранительдер тексергеннен кейін іштегі салондағы предохранительді тексердім. Іштегі салондағы предохранительға жету үшін бұл кармашканы шешіп, ар жағында предохранительдерді көреміз. Барлық предохранительді кезекпен кезек тексеріп алдым. Так, мына жерде Здесь земля есть, либо здесь только деревья? Так, мына предохранитель жанып кеткен екен. Ішкі салоннан жанып кеткен бір предохранитель таптық. Қолына предохранитель болмағасын, капоттың астындағы запасной предохранительдің біреуін алдым. Қосайын ба? Иә. Су шашып қойыңыз, су. О, пошло. Ана кішкене кетіп. Сонымен бұл көліктің ремонтын аяқтадық. Жалпы бұл жігіттердің жұмысы осы машинада отырып валюта айырбастайды екен, яғни рубль, доллар сатады екен. Егер сіздің қалаңызда осындай болса, комментарийға жазып кетіңіздер. Alphardтың ремонты бір предохранитель ауыстырумен шешілді. Сондықтан предохранитель тексерген уақытта өз көлігіңіздің предохранителі қай жерде екенін біліңіз. Капотта ма, салонда ма, тіпті кейбір көліктерде багажниктің ішінде предохранитель орналасады. Ал мен болсам, өз жұмысыма ораламын. Жұмыста мені Toyota 120-лық күтіп тұр. Ассалаумалейкум. Қалайсың? Бұл көлікте фарға мынандай линза қондырған екен. Клиенттің айту бойынша, машина жүрген кезде фара дірілдейді дейді. Яғни жарық дірілдеп түседі дейді. Және де фара жоғарға қарай түсіп тұр, төмен қарай түспейді дейді. Енді осыны анықтау үшін фарды шешіп алу керек. Фарды шешіп алдым. Фарды шешіп былай қозғаған кезде ішіндегі отражатель қозғалып тұр. Сондықтан фарды ашу керек болады. Фарды арнайы пешке салып, қыздырып әйнегін шешіп алдым. Енді бұл отражательдің неге қозғалып тұрғанын анықтау үшін жоғарыда дәл осындай крепление бар екен, отражательді ұстап тұрған. Сол крепленияның төменгі жағы кетіп қалған екен. Төменгі жақта дәл осындай крепление бар. Және сол крепление фардың регулировкасына жауап береді. Крепленияны орнына саламыз, фарды кері қайтадан орнына жинаймыз.
Фарды жинап кері машинаға салып қойдым және де оны стенд арқылы тексердім. Оң жақ және сол жақ фарлары бір қалыпты түсіп тұр. Жалпы бұл стенд машинаның жарығының регулировкасын келтіруге арналады. Сонымен бүгінгі мен жұмысым аяқталды. Егер видео ұнап жатса, каналға жазылып лайк басып кетіңіздер. Мындай керемет велосипед келіп тұр. Мына жерде скорость көрсетеді. Мына жерде мынандай бірдеңесі бар екен. Айнасы бар. Блокировка руля. Ну, насос. Свет бар.